Демалуға келген үш жігіт нөмірді қонақ үйдің 75-ші қабатынан алған. Кешке таза ауаға шығуды жоспарлаған үш жолдас шыға берісте әкімшіліктегілерден түнгі сағат 10-нан кейін лифттің істемейтінін біледі. Кешікпеуді жөн санап, саябаққа қарай бет алған жігіттер қонақ үйге түнгі сағат 10-нан кешігіп келген еді. 75-ші қабатқа жаяу шығу ақылға сыймайтынын айтып, әкімшіліктегілерге қанша жалынғанмен нәтиже болмады. Ескертуде жасалған, тек кешігушілер өздері кінәлі. Сонымен алда 75-ші қабаттағы нөмірге жаяу көтерілу мәселесі тұр. Үш жігіт әр 25 қабаттан бөліп алып, әңгіме дүкен құруды өз мойындарына алады. Араларындағы бірінші жігіт 25-ші қабатқа дейін көңіл көтеріп, небір әзіл, күлкілі оқиғаларды еске алып, көңілді біраз көтеріп тастайды. Келесі кезекті алған жігіт ой қосарлық мәні бар салмақты әңгімелер айтып, кезекті үшінші жолдасына берген еді. Үшінші жігіттің әңгімелері мұңды екен. 75-ші қабатқа да жетіп қалған жігіттер кілт тоқтады. Араларындағы біреуі өкінішті және ғибратты хабар барын айтты. Жаяулатып 75-ші қабатқа да келіп қалыппыз. Қатты өкініп тұрмын. Бірінші қабаттағы әкімшіліктегілерден бөлмеміздің кілтін алуды ұмытып кетіппіз. Жігіттер жетер межеге келіп, амалсыз, өкініп тұрғаннан сақтасын. Жұмыр бастының ғұмыры қазіргі сәттегі жағдайға ұқсайтынын қараңдаршы. 25 жасқа дейін ойын, күлкімен өтетін жастық шақ. Одан әрі отбасын құрып, ит тірліктің қамына көшуді бұйыртса, пайғамбар жасының ар жақ бер жағында адам ана өмірге қамдана бастайтынын байқауға болады. Адамдар өмір бойы жүректерінің түбіндегі кілтті ұмытумен өтеді. Құрметті тыңдарман, менің дыбыстаған ғибратты әңгімелерім сіздерге ұнап жатса, арнама тіркеліп, лүпілдеріңізді басуларыңызды сұраймын.